Біз тегімізге жалғап жүрген оф жалғауы орыстың қандай мағынадағы сөзінен шыққанын білесіз бе? Бұл құлдар мен күңдердің қай құл иеленушіге тиесілі екендігін анықтайтын жалғау болған. Мәселен, Иванов Иванның құлы, Николаев Николайдың құлы. Егер Грозный, Мудрый сынды орыс патшаларының тегіне үңілсеңіз, оларда бұл жалғаудың жоқтығын байқайсыз. Ал тек тұрпақ, сен кімнің құлы болып жүрсің? Қазақ тарихындағы қадау-қадау марғасқа азаматтардың бірі Бауыржан Момышұлы кезекті бір қанды қырғыннан кейін көрсеткен ғаламат ерлігі үшін марапатқа ұсынылады. Күндердің күнінде бұйрықта шығып, Қызыл Ту орденін омырауына қадайды. Қаздай тізілген сарбаздардың алдында өзін салмақ ұстаған Баукең бұйрық қағазға көз түскенде түсі сұрланып сала беріпті. Жалмашан омырауындағы орденді ақтып алған батыр, кешіріңіздер, бұл орден менің адресіме жіберілмепті депті жайбарақат. Тосын сөзден тосылып қалған марапаттаушы, қалайша, сіздің фамилияңыз жазылып тұр ғой депті түсініспестік танытып. Сонда батырымыз, қазақта Момыш деген есім жалғыз менің әкемде ғана емес шығар. Бауыржан деген атта маған ғана қойылмаған. Мен Бауыржан Момышұлымын. Ал мына бұйрықта Бауыржан Момышевқа деп жазылған. Сол себепті орденді алудан бас тартам деген екен. Текті түзеу тектіліктің белгісі екенін ұмытпаңыз.